Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Мен физика кафедрасының оқытушысы Төкежанов Азамат Берікұлы боламын. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы қашықтықтан оқытудың тиімділігі. Қарастыратын негізгі сұрақтар: қашықтықтан оқытудың мәні мен қағидалары, қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері, артықшылықтар мен кездесетін кедергілер, қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға қатысты әдістемелік ұсыныстар. Қашықтықтан оқыту компьютерлік және телекоммуникациялық технологияларға негізделген оқытудың құралдары мен түрлері. Бүгінгі таңда қашықтықтан оқыту компьютерлік және интернетті оқыту технологиялар ретінде саналып отыр. Заманауи технологиялар мыңдаған километр бөліп тұрған оқушы мен оқытушы арасын байланыстырушы болып табылады. Қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері: оқушының ынтасы. Қашықтықтан оқу оқушылардан білім алуға деген жоғары ынтаны қажет етеді. Өзін-өзі оқытуға деген қабілеттілік. Оқушы оқу материалының көп бөлігін өз бетімен меңгеруі қажет. Оқушыда өзін-өзі оқыту дағдысының жеткіліксіз болуы бұл оқудың сапасына ықпал етеді. Қашықтықтан оқытудың артықшылықтары: жеке тұлғаға бағытталған тәсіл және оқу үдерісін дараландыру. Қашықтықтан оқытудың кедергілері: эмоционалды шығармашылық атмосфераны құру қиындығы, ұсынылған тапсырмаларды оқушының өзі орындағанына 100% көз жеткізе алмау, мұғалім тарапынан тұрақты бақылаудың болмауы, мұғалім мен оқушының компьютерлік сауаттылығының жеткіліксіздігі. Қашықтықтан оқу сабақтарын құрылымдау және арнайы тапсырмаларды әзірлеу көп еңбектенуді қажет етеді. Мұғалім онлайн сабаққа қатысып отырған оқушылардың эмоциясын көре алмауы. Қашықтықтан оқуға көшудің 4 қадамы: нәтижені басқару, бағалаудағы икемділік, технологияны стратегиялы түрде қолдану, инклюзивті оқу ортасын құру. Қашықтықтан оқуға көшудің 4 қадамы. Бірінші қадам: күтілетін нәтижені басқару. Алғашқыда сіз күткен нәтиже болмауы мүмкін, мазасызданбаңыз, екінші рет жақсы болады. Өзіңізге қойылатын сұрақ: оқушы нені үйренді, нені түсіне алады, оқушыдан нені күтеміз, сабақтың жаңа формасына қалай тез бейімдеймін. Үшінші қадам: технологиялық стратегияларды қолдану. Оқушылардың барлығы білетін, қолдануға жеңіл арнайы интернет платформаларын пайдалану. Таңдап алынған платформаны қолдануға біртіндеп енгізу және оқушыларды жұмыс істей білуге үйрету. Және қашықтан оқуға көшудің 4-ші қадамы: инклюзивті оқу ортасын құру. Әрбір оқушының қажеттілігін анықтау, қажеттілікке сәйкес оқушыны оқуға тартатын, ынтасын оятатын жеке хабарламалар жіберу, қажеттілігі бар оқушымен жеке онлайн сабақтарын өткізу, оқушының орындаған тапсырмаларына кері байланыс беру, оқушыны онлайн сабақта белсенді болуға ынталандыру әдістерін қолдану, әрбір оқушының ақпараттық коммуникациялық технология дағдылары әртүрлі болуына байланысты онлайн сабақта қолданылатын ресурстарды іріктеу, қажет болған жағдайда жекелеген оқушыларды үйрету, әртүрлі отбасылық жағдайлардың орын алуын ескеру. Қашықтықтан оқуды ұйымдастырудың құрылымдық бөліктері: мазмұн, оқушының жұмыстары, кешенді бағалау. Мазмұн: жаңа білімді меңгеру. Оқулықтағы мәтінді ұсына аласыз. Интернет ресурстарында орналасқан дайын бейне жазба ұсынғыңыз келсе, сілтемені қолданыңыз. Файл ұсыну кезінде PDF форматтан аулақ болыңыз. Слайд түрінде ұсынсаңыз, дыбысты жазбамен сүйемелдеңіз. Бейне лекция арқылы ұсынатын болсаңыз, сызба арқылы сүйемелдеңіз. Оқушының жұмысы: оқушыларға ортақ интернет құжатқа бір уақыт мезетінде қойылған сұрақ бойынша жауаптарын жазу тапсырмасын беруге болады. Оқушының қажеттілігіне қарай меңгерген білімін бейне жазба, эссе, конспект және тағы басқа түрде тапсыруына болады. Кешенді бағалау: оқушылардың деңгейін анықтау үшін қойылған сұрақтарға берілген жауаптарды, тапсырманы орындауын ұсынуын саралай келе, берілген дескриптордың орындалуын қадағалай отырып, оқушы білімі бағаланады. Тыңдағандарыңызға рахмет.